продуктом. Все хотят, да, кто-то еще хочет, наверное, выступить. Но, да, хотите? Давайте выделим, потому что вот человек тоже недавно пришел, и какая она была, я помню, да, как пришла сюда, как она внимательно слушала, как вы вот впервые пришли, она тоже так же слушала. Но я, наверное, запал в душу, а она прямо так хвалит эти продукты. Расскажите сами, реально, что у вас было? Қайайдан бастап келгенде, январдан бастап келдім. Аяғым ақсаңдап, жүре алмай, аяқ астынан жүрегім ұстап, жүрегім кеудем ашып, сосын аяғымнан жүре алмай, даже туалетке швабырмен бардым. Қанекең мен жетектеуге ерінеді, мен швабырмен жүрдім. Сосын системай, мен кешеден бері мына тісім протезім түсіп сөйлей алмай тұрмын. Сосын реабилитационный центрде жаттым. Система за системой. Вообще әлсіреп кеттім. Сөйтіп жүргенде менің мынау тұратын жерімде Террада ұзын бойлы Лена. Как ее фамилия? Кулакова. Она мне говорит: Кунсулу, вы, оказывается, начинали пить или в 8? Сначала Таня маған берген, бір коробка іштім да, қойып. Оказывается, бұны бастап іштім ба, ол сосудтарды тазалайды екен, тоқтамау керек екен. Сізде не болды сонда? Сонда менде жүрегім ауырып, слабость болғанында, после гриппа. Сол Таня деген келіншек, ол басқа осы жерде компанияда. Сол айтты: Кунсулу, знаете, у меня прямо операция жасайын деп жатқанда, осыны мен тиктоктан тауып іштім, содан жақсы болдым. Вот видите, я вашу квартиру белю деді. Соны ішіңізші деді. Соны кейін бір коробканы алдырдым, оны ішіп болдым, екінші коробка келгенде енді жақсы болдым деп қойып кеттім. Сөйтіп жүргенде перерыв болып, 2 айдан кейін январь айында қайтадан менің жүрегім аши бастады. Кеудем ашып, аяғым ақсап қалып, өзінен өзі отказ берді, правая нога. Потом жаңағы Елена айтты, соның подругасы: вы, оказывается, начинали пить или 8 американской компании, соны продолжайте, у вас есть такой? Если лежит у меня в шкафе деп қоям. Содан келді, ол алып маған осыны ішіңіз, содан кейін презентацияға жүріңіз деді. Презентацияға келіп, Натальямен таныстырды, Наталья үйге келіп, прямо бәрін таныстырып, подробности айтпасаңыз болады. Қандай нәтиже алдыңыз соны айтайын? Нәтижені айтайын, Елиф алып жатырмын, сосын жаңағы мынау кишечник тазалайтын, мынаны іштім, а потом что еще? Мына куркуманы іштім. Благодаря этого сол компания мен осындай жағдайда қазір міне энергия бітті. Ән салатын болдым, сөйлейтін болдым. Мен даже ойлағам енді инвалидский коляскаға отыратын шығармын деп. Сондықтан да бұны бастадыңыздар ма? Енді организм тазалап, омолаживание долгожительный компания екеніне көзім жетті. Біз құтты болсын, осы келгенімізді бәрімізді осы денсаулық үшін өмірімізді жалғастырып жатырмыз. Бұл жерде ақша да табады екен, сосын мен ақша тапқым келіп енді келіп жүрмін.